İnsan көздері оның ішкі дүниясының айнасы. Біздің қахраманымыздың да көздері ажайып сырлы қасиеттің иесі екенлігін аңлауға болады. Оны маңғытта үлкеннен кішіге дейін һәмме Абдулла Қасықшы деп атасады. Бұл лақап оған һәм мақтаныш, һәм халық тарапынан берілген баха. Рауаятларда қазан құйған шойыншылар менен қасық табақ соққан ұсталар, сауап қырманы сүзетін мөмелерді таңылады. Өйткені, бұл өнердің жемісі менен мың-мыңлаған инсанларға тағамлар үлестіріледі. Ағаштан түйме түйетін ұсталар бүргіт нәзерлі, ілгір зейінлі болып келеді. Олар әркім абайлай бермейді, күрттай генаратты да өткір зейіні мене аңлай алады. Абдулла кәсіпті қасықшылықтан басламаған, бесік соғудан баслаған. Бесік нәрестегі тұңғыш мәрте отан төгісін сіңдіретұғын киелі мүлік. Сондықтан бесік соғылғанда, ұста тәрепіне сатып алынғанда, харидарлар саудаласылмайды. Ата кәсібін дауам ету, атаның өзі ұшында, перзент ұшында үлкен мәртебе. Абдулланы үлкен ұлы Рүстем, кішкенелері Әлишер мен Бахрам да бұл эстафетаны дауамлап аттар. Абдулла Ибадуллай, Зайыбы Бибажар менен 5 перзентті дүнияға келтірген үлгілі шаңырақ. Олар Маңғыт шәһәріне елге таңылған хүрметлі инсанлар.
Сылап атырған нәресте екі нәрсеге тез жұбанады. Бұлардың бірі ана хайуы болса, бірі оның алтын бесігі. Келін, аман отырсылар ма? Ау, міне балаңызға бесік әкелдім. Құтлы мүбәрек болсын. Рахмет, ата. Рахмет. Инсанның инсанға іслеген қайыр сақауаты ішінде. Жас нәрестеге бесік сауға еткенен абзалларағы болмаса керек. Ана бесікте баланы тербетсе, ұстаз сол баланың жарқын келешегін қиялында тербетеді. Ұстазшылық байы үшін үйренетін өнер емес. Ол жаратылыс тарапынан санаулы ғана инсанларға берілетұғын иләһи қабілет. Өтміштегі ата-бабаларымыз, аналарымыз тағамды ағаш табақларда, ағаш қасықлардан ішкен. Өтмішті бүгінгі күн менен жалғастыру, осындай қасиетлік өнер иелерінің шеберлігі менен жүзеге келеді. Әлгір зейінлі инсанлар дүнияны өзгеше нәзермен көре алады. Олар хам бұл әлемді бұннан да гөзаллырақ ету үшін өзі қандай үлес қосу керек екенлігін мұдамы бас қатырып жүреді.